Біз негізі бір әкеден екеуміз, бір анадан алтауымыз. Мен және әпкем екеуміздің әкеміз бөлек. Әкем мен анам белгілі бір себептермен ажырасып кеткен соң біз анамызбен бірге кеттік. Қазіргі күнде әкемнің екінші отбасы бар, анамның да. Анам екінші рет тұрмысқа шықты. Өгей әкеме тұрмысқа шығатын кезде әпкем екеумізден пікірімізді сұраған да жоқ. Біздің бұдан хабарымыз болмаған. Кейін біз нағашы әжеміздің қолында қалдық та, анам тұрмысқа шығып кетті. Анам бақытты болса болды деп, бала болсақ та іштей бақыт тілеп, оның жыламай жүргенін қаладық. Ал мұнда бізге нағашы әжем жақсы қарады, әдемі киімдер алып беретін, тамағымыз да тоқ болды. Біз осы үйде жүріп, бойжетіп, осы жерден ұзатылып кетуіміз керек еді. Сонда өміріміз бүгінгіден әлде қайда жақсы болар еді. Өйткені біз әпкем екеуміз кейін анамның қолына барып тұрдық, өгей әкеміздің үйіне. Анам бізді балаға қарау үшін ғана қолына алған болуы керек деп ойлаймын. Өйткені өгей әкем екеуінің арасында бала пайда болған соң, бірінің соңынан бірі аралары жақын кішкентай 3 балаға қарау анамның жалғыз өзіне қиындық тудырған шығар. Бізді жанына алды. Алғашында анамыздың жанына барамыз деп қуандық. Бала жүрегі бәрібір анам деп соғады ғой. Ол жерде өгей әке бар деген түсінігіміз болған жоқ. Тек анамыздың қасында болсақ болғаны. Сонда барлығы жақсы болады деп ойладық. Бірақ мұнда біз үшін керемет өмір болмады. Анам бізге жақсы қарап, құшағына басып жатқанын өгей әкем көрсе ашуланып шыға келетін. Содан анамның таяқ жеуімен бітетін еді. Осылай бірнеше рет қайталанған соң анамызға жанымыз ашып, өзіміз-ақ жақындамайтын болдық. Өз анамыздан өгей әкеміздің арқасында еріксіз алшақтай бастадық. Содан кейін әпкем мектепті бітіріп кетіп қалды. Оқуға түсем, өз өмірімді өзім сүрем деген мақсаты болды. Мен де әпкемді қолдап, мектепті бітірген соң жаныңа барамын деп оған дем беретінмін. Солай мен де мектепті бітірдім, бірақ өгей әкем мені қалаға жібермеудің амалын қарастырып жүрген екен. Қалаға барып, әпкең сияқты бұзылып кетесің, одан да тұрмысқа шығып, бір үйдің бесігін тербетіп отырмайсың ба? Не бар қалада қаңғырып деп өзінің жоспарының шетін байқатқан да болатын. Бірақ мен дәл осылай мені тұрмысқа беруді асығып жүр деп ойламаған екенмін. Мектепті бітірген соң мені алып қашып кетті. Тым жас едім, бірақ дәрменсізбін, қалмаймын деп тыпыршысам да, мен әлі жаспын, мені аяңдар деп жалынсам да, көз жасыма қараған ешкім болған жоқ. Керісінше, бәріміз де сен сияқты жас болғанбыз. Үйреніп кетесің, қайта бәрінен озасың ертең, балаң болады. Сенің қатарың енді тұрмыс құрып жатқанда, сенің балаң мектепке барып тұрады деп бірталай нәрсені айтып, миымды ашытты. Не керек, ақыры көндірді. Менде басқа амал болған жоқ. Оның үстіне мұның барлығын ұйымдастырған өгей әкемнің өзі екенін білген кезімде кеш болды. Күйеуім мал шаруашылығымен айналысатын. Мені алып қашып кетті де құл секілді қарады. Олар отбасымен бірге мал шаруашылығымен айналысады. Мал шаруашылығымен айналысатын адамдардың барлығы бірдей деуден аулақпын, бірақ шынында санасы малдан төмен болып кететіндер де бар, менің күйеуім сияқты. Ол мені қорқытып ұстады. Кетуге ұмтылып талай рет қашып та кеткен кезім болған, бірақ өгей әке мен анам қайтадан әкеліп тастайтын. Сөйтіп қашып пісіп жүріп, сонында қаладағы әпкеме жеттім. Мен осылай ол адамнан құтылдым. Қалада әпкемнің қасында жүріп, өз-өзіме келдім. Әпкем маған көп көмек көрсетті. Өзі оқып, бір жағынан жұмыс істеп жүрсе де, маған қамқор болып, бір айдай күтім жасады. Одан кейін мен де жұмысқа кірістім. Алғаш рет жұмысқа кірісіп, табыс табатыныма қуандым. Оған да төсігіп алдым. Солай
жүріп бір жігітпен таныстым. Нағыз махаббаттың қандай сезім екенін мен енді ғана түсіндім. Ол жігіттің күніне бір рет көрмесем, нұрлы дидарын, күлкісін сағынып қалатындай дәрежеге жеттім. Ол да мен десе ішкен асын жерге қоятын жан, бірақ арамызда бір кедергі бар. Ол жігіт үйленбеген, ал мен бұрын тұрмыс құрғанмын және ол жерден қашып кеткенмін. Мұның барлығын жасырмай айтып бердім. Ол мені түсінді, бірақ жігіттің ата-анасы мен менің анам бұл туралы түсінбей отыр. Жігіттің ата-анасының қарсы болуын орынды дейік, ал менің анам өзі де екінші рет тұрмысқа шықты ғой. Ал мен екінші рет тұрмысқа шықсам неге болмайды? Менің бақытты өмір сүруге хақым жоқ па сонда? Кім түсінеді? Анам неге маған қолдау көрсетпейді? Өз теніне тұрмысқа шығып, бақытты боп жүрсем жақсы емес пе? Ой өрісі мал қорадан аспай қалған дөрекі адаммен қиналып өмір сүргенімді қалайма сонда? Анамды түсіне алмадым, реніштімін. Әпкем ғана қолдау білдіріп отыр. Ал басқаларының ойы осындай. Не істерімді білмей отырмын. Ата-ананың ақ батасын алмасақ, тағы да бақытсыз боламыз ба деген қорқыныш та маза бермейді.